Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге арасы жұп-жұмсақ болып шығатын, өте дәмді, бар болған 15 минутта дайын болатын керемет пряниктердің рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең әуелі қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге ерітілген сары май қажет болады, ұн және 2 ас қасық бал, қаймақ қажет болады, қант және ас содасы қажет болады. Енді құрғақ таза ыдысымызға ерітілген сары майымызды құйып аламыз. Сары майдың проценті 82%. Үстіне қантымызды саламыз және шанышқының көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Осы аралықта үстіне қаймақты саламыз және ас содасын саламыз. Балымызды салып, жақсылап сұйық массамызды араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде барлығын жақсылап, толық ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Сол кезде бізде осындай сұйық массамыз дайын болады. Енді осы массаның үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, араластырып, қолымызбен илеп қамырымызды илейтін боламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Жасалуы өте оңай. Біз жұп-жұмсақ қамырымызды илейтін боламыз. Бізде осындай жұп-жұмсақ біркелкі қамырымыз пайда болады. Енді осы қамырларымызды пергаментный бумагаға қолымызбен видеодағыдай шариктер жасап орналастырып аламыз. Қолға ешқандай жабыспайды және өте оңай жасалады. Барлығын осылай жасап аламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және қасындағы қоңырау батырмасын басып қойыңыздар, сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Міне барлығын осылай жасап алып, қызып тұрған пешімізге қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің осы уақытта печеньеларымыз пісіп шықты, өте дәмді, жұп-жұмсақ болады. Міндетті түрде осы менің рецептімен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Бұл печеньелерді жасағаннан кейін дүкеннен мүлдем сатып алмайтын боласыздар. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.